Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жылдам дайындалатын әрі керемет болып шығатын булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Яғни тәтті тоқаштардың міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қамырын жасап бастаймыз. Ол үшін арнайы аппарат дайындап аламыз. Жылы суымызға бір ас қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 5-10 минут шамасына қоюымыз керек. Яғни біздің ашытқымыз көтерілем дегенше. Одан кейін ыдысымызды дайындап, ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, одан кейін барып қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз қант ерігенге дейін. Одан кейін 2 жұмыртқамызды алып, бірден бөліп саламыз, бірден салып жібермейміз. Және де жақсылап араластырамыз, себебі жұмыртқамыз пісіп кетпеуі керек. Пісіп кетсе жұмыртқаларымыз, қамырларымыз көтерілмей қалатын болады. Одан кейін барып сұйық майды 2-ге бөліп, жартысын қосып жақсылап араластыратын боламыз. Соңында ұнды міндетті түрде ситайдан өткізіп саласыздар. Барлығын бірден салмайсыздар, себебі 600-700 грамм ұн шамасында керек. Әркімнің ұны әртүрлі болғандықтан ұнды міндетті түрде 3-4-ге бөліп салғандарыңыз жөн. Одан кейін барып, жартысы ұнды салғаннан кейін көтерілген апарамызды қосатын боламыз. Және де жақсылап араластырып, ұнымызды қоса отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болу керек. Ұны көп болмау қажет. Осылайынан жақсылап араластырып, одан кейін барып, қолмен жақсылап бір келкі қамырды илеп алатын боламыз. Одан кейін қамырымызға қалған сұйық майымызды қосып, әрі қарай қамырды жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, әрі керемет болып шығады. Қамырды бірден жылдам тез илеулеріңіз керек, суып қалмау керек. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат шамасынан қоятын боламыз. Көтерілгенге дейін қамырларыңыз өте жылдам көтерілетін болады. Қамырымыз осылай көтерілгеннен кейін бетін ашып, тағы бір рет қолымызбен басып алатын боламыз. Одан кейін таразымызды дайындап, таразымен 60-70 грамм шамасында барлығын бір келкі қылып өлшеп дөңгелетіп аламыз. Астына кішігірім ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен қамырды дөңгелек пішіндес қылып жайып алуымыз керек. Алдын ала сары майымызды ертіп аламыз. Сары майымыздың ішіне жағу үшін керек. Бізге осылай щеткамен жағып алғаннан кейін барып, қантымызды сеуіп, қамырымызды рулет тәріздес қылып орап алуымыз қажет. Барлығын бір келкі қылып рулет қылып орап аламыз. Рулет қылып орап болғаннан кейін екі ұшын біріктіріп, біз пышақтың көмегімен дәл ортасынан кесетін боламыз. Соңғы ұшын ұштап тұрасыздар, соңына дейін кесілмеу керек. Осылайынан жартысы кесілгеннен кейін барып, біз қамырымызды 2-ге қарай ажыратамыз. Яғни қамырымыз бізден жүрек пішіндес, әдемі болып шығады. Дәл осылай жасасаңыздар, өте тәтті, керемет, үстелдің үстіне қойғанда өте дәмді, тәбетті ашатындай тәтті тоқаштар болады. Осылайынан барлығын біз табамызға теріп шығуымыз керек. Тағы да ішіне начинкалар қосып жасасаңыздар болады. Варенка, вареньемен жасасаңыздар да болады. Біз әсіресе дәл осы варенкамен жегенді қатты ұнатамыз. Осылайынан видеода көрсетілгендей барлығын осылайынан дайындап аламыз. Толық барлығын табамызға теріп алғаннан кейін міндетті түрде қамырымызды қайтадан бетін жауып 30 минутқа қалдыратын боламыз. Бетін жақсылап жауып 30 минутқа қайтадан көтерілгенге дейін қалдыратын боламыз. 30 минут өткеннен кейін барып, біз пешімізді 180 градусқа қыздырып қойып салатын боламыз. Бірден қазір дайын болған кезде салмайсыздар, көтерілуі керек. 30 минут шамасы, содан кейін барып салатын боласыздар. Сонда сіздердің дәл осы булочкаларыңыз 3-4 күн бойы қатпай өте керемет әрі дәмді болады. Міндетті түрде пешке салмас бұрын бетіне жұмыртқа жағып алуды ұмытпаңыздар. Біздің тәтті булочкаларымыз осылайынан барлық бір келкі болып пісіп шығады. Өте дәмді, маған өте қатты. Дәл осы варенкамен де жүрек пішіндесе
өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.